Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Біздің заманауи әлемде көптеген адамдар қатыгез болып кетті. Олар басқалардың проблемаларын байқамайды және де көмекке мұқтаж адамдарға қарап өтіп кете береді. Бірақ адамдардың барлығы ондай емес екен. Әлі де көмектесуге, игі істер жасауға дайын адамдар көп екен. Әйел коляскадағы баласымен бірге жолдан өтіп жатыр еді. Бір сәтте дөңгелектерінің бірі түсіп қалды. Жөндеуге тырысты, бірақ істей алмады. Сол сәтте мотоциклде тұрған жігіт көмектесті. Мына таксист трамвайдың жолына тығылып қалыпты. Оны көрген Land Cruiser машинасы кедергіден оңай ғана өтіп, тұрыспенен тартып шығарды. Өз мотоциклінде кетіп жатып, жолдың жағасында тепе-теңдікті жоғалтып, құлап қалған қарт кісіні көрді. Өтіп кетпей көмектесу керек деп шешті. Орнынан тұрғызып, жолдан өткізіп жіберді. Трамвай жүргізушісі оталмай қалған Волганы оталдыруға көмектесті. Мына жігіт тазалаушы әйелге жолдағы қарларды тазалауға көмектесіп жатыр. Әдемі киінген жігіт үсті лас болып қалатынына қарамастан беріліп істеп жатқанын көріп тұрмыз. Мына жүргізуші жолда тоқтап, жалқауды жолдан өткізіп жіберді. Бәріңіз білетіндей, жалқаулар өте ақырын жүреді. Егер де осы жүргізуші көмектеспегенде, машинаның астында қалып кетуі мүмкін еді. Индияда полиция қызметкері иттің жолдан өтуіне көмектесті. Ол машиналарды тоқтатып, сосын итті өткізді. Челябинскіде де полиция қызметкері машиналарды тоқтатып, итті өткізіп жатыр. Мына келе жатқан жүргізуші алдағы көлікті көріп тоқтады. Менімше жас бала басқаруды жоғалтып, жолдың шетінен шығып кеткен секілді. Біздің батыр өтіп кетпестен өз көмегін ұсынды. Троспенен машинаны тартып шығады. Мотоциклші темір жолдың түсірілген шлагбаумын байқамай қалған секілді. Соғылып темір жолдың үстіне құлады. Жолдың жағасындағы бала көріп, көмекке асықты. Бірінші адамды темір жолдан алды, кейін мотоциклді алып шықты. Қытайда милиция қызметкері үлкен жолдан ақырын өтіп жатқан қарт кісіні көріп, өз машинасымен жолды жауып, қозғалысты тоқтатты. Сосын қарт кісінің жолдан өтуіне көмектесті. Польшада да милиция қызметкері жолдан өте алмай тұрған қарт кісіні көріп, көмектесті. Машинасынан шығып, жолдан өткізіп жіберді. Милиция қызметкері ережені бұзған БМВ көлігінің артынан қуып жатыр. Алайда тоқтар емес. Тек милиция қызметкерлерінің бірінің өтініші бойынша фора жолды жапқан соң тоқтауға мәжбүр болды. Мотоциклші пойыз жолдың жағында кетіп жатып, бір дорбаға тап келді. Жақында барғанда, ішінде шыға алмай жатқан итті байқады. Осылайша егесі итті тастап кетуді шешкен болар. Жігіт дорбаны ашып, итті босатып жіберді. Достар, сіздер де осы секілді жағдайда қолдарыңыздан келген көмекті бере жүріңіздер. Видео ұнаған болса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.